300 жылдан астам уақыт бұрын неандерталдықтар Ресейден Атлант мұхиты жағалауына дейін кенеттен жоғалып кеткенше тарады. Не болды? Дүниеде не болып жатқанын ойлағанда, оның үлкен тастың астында отырғанын көресің. Біз ол жаққа не болса да барып, оны тауып алар едік. Неандерталдықтар туралы қоғамдық пікір, олардың бұдан асқан нәзік сезімдері де, асқақ ойлары да болмайтындығына байланысты болды. Олар біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі болды. Бізде соңғы 30 жылда тапқан 10 мыңдаған артефактілер бар. Олар да біз сияқты адамдар, бірақ әлі де айырмашылықтар бар. Бұл бізді адам болу деген нені білдіретіні туралы ойлануға мәжбүр етті ме? Біз өлімге қалай қараймыз? Бұл рухани эволюция мен діннің алғашқы белгісі болуы мүмкін. Сіз өте жақсы бейімделе аласыз. Сіз планетада өте жақсы өмір сүре аласыз. Және біз бүгін осылай істеп жатқан шығармыз деп айтар едік. Бірақ абай болыңыз.